Баспа кезіндегі үй жағдайындағы күтім. Балаңызға қалай көмектесуге болады? Балаңыз баспамен ауырса, дәрігердің барлық тағайындауларын орындаумен қатар, үйде де оған қосымша күтім көрсету қажет. Бұл оның тезірек сауығуына көмектеседі. Негізгі күтім шаралары. Төсек режимі. Ауру кезінде баланың көп демалғаны жөн. Бұл ағзаның қорғаныс күштерін нығайтуға және аурумен күресуге көмектеседі. Сусын режимі. Балаға жылы сұйықтықты көп беріңіз. Бұл жұтқыншақты ылғалдандырып, ауырсынуды басады. Шай, жылы сүт, компот, шырындар беруге болады. Тамақтану. Баланың тәбеті төмендеуі мүмкін, сондықтан оны күштеп тамақтандырудың қажеті жоқ. Алайда, оның ағзасына қажетті дәрумендер мен минералдарды алу үшін жеңіл сіңірілетін тағамдарды ұсыныңыз. Жұмсақ пюре, сорпалар, ботқалар қолайлы болады. Жұтқыншақты шаю, тұзды сумен, шөп отварымен немесе дәрігер тағайындаған антисептик ерітіндісімен жұтқыншақты шаю қабынуды басады және ауырсынуды азайтады. Шаюды әр 2-3 сағат сайын жүргізуге болады. Келесі дәрі-дәрмектерді қабылдау. Дәрігер тағайындаған антибиотиктерді, қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын дәрілерді өткізіп жібермес үшін ішу қажет. Бөлмені желдету. Бөлмені жиі желдетіп тұру қажет. Бұл ауаны тазартып, патогенді микроорганизмдердің көбеюіне жол бермейді. Келесі ылғалды тазалау. Бөлмені ылғалды шүберекпен сүртіп тұру керек. Келесі қызуды түсіру. Егер баланың дене қызуы көтерілсе, жасқа қарай қызу түсіретін дәрілер беруге болады. Халықтық емдеу әдістері. Кейбір ата-аналар халықтық емдеу әдістерін қолданылады. Мысалы, бал мен лимон қосылған шай, шалфей тұнбасымен шаю. Алайда кез келген халықтық емдеу әдісін қолданар алдында дәрігермен кеңесу қажет. Маңызды ескерту. Өз бетінше емделмеңіз. Балаңыздың жағдайы нашарласа, немесе жаңа белгілер пайда болса, дереу дәрігерге қаралыңыз. Дәрігердің барлық тағайындауларын орындаңыз. Өз бетіңізше дәрінің дозасын өзгертпеңіз, немесе қабылдауды тоқтатпаңыз. Гигиенаны сақтаңыз. Ауырған баламен қарым-қатынас жасаған кезде қолды жиі жуыңыз. Балаңызға деген қамқорлығыңыз бен дұрыс күтімі оның тез арада сауығып кетуіне көмектеседі.